Бірінші күн соған сіздер себепкер болыпсыздар, бәріміз барып топырақ салып, міне алыстан Алматыдан келді, шүбірек жүректерін түйіп алыстан. Мына Семейден келді бауыры мен ағалары. Онай мына Семейден өзімнің келінім, абысыным, барлықтары осы топырақ салысуға бірінші күнгі осы асына келейік, бата айтайық деп кетті. Рахмет бәрлеріңізге. Жанатта болсын, не айтамын? Я өмір сүргісі келді осының. Өмір деген керемет қой. Ол өзі, жаңағыда айтып кетті ғой, фосфорный заводта біз А дегенде 2 чемоданмен Бамға барғандай, сол Тараздағы бұрын жамбыл болатын. 77 жыл бірінші жыл ашылды, бірақ та авария болып 78 жыл полностью ашылды. Есіңізде бар шығар, завод. Сол заводта лауреат Ленинская комсомола деген сыр кезінде орден алған, қызыл орден. Онан кейін егемендік Қазақстан болғанда тағы да фосфорный заводтың, сары фосфор заводының батыр еңбекшісі деген тоже жасыл орден тапты оған. Көп жылда сол 40 жыл еңбек етті фосфорный заводта. А деп келгенде Өскеменнің строительный факультетін бітіріп институтты орысша жақсы сөйлегендіктен оны Москвадан келген как раз біздің Қаратау өңірінде фосфорды тапқаннан кейін ученыйлар сол жерде фосфорный завод ашылғанда ол кісі сол бірінші болып сол жерге барды, дипломы көрсетіп, ол кісі сол жерде еңбек етті. Сонда орыстар айтады екен, мына қазақтар никогда фосфора не узнает, не смогут работать деп. Сонда Сәкен айтқан екен, жоқ, қазақ үйренеді, мен сенен үйреніп аламыз, мен сөйлесіп оларға үйретемін деп. Сөйтіп қазір сол біздің Таразда институт, химическое производство институт ашылды, колледждар ашылды. Қазір жұмыс істеп жатқан, еңбек етіп жатқан ыңғай қазақ қыздары мен жігіттері. Сол фосфорный завод бүкіл дүние жүзінде 3 жерде бар екен. Бірінші Қытайда қызыл фосфор, а ең качественный сары фосфор осы біздің Тараз өңірінде шыққан екен. Сөйлейін, Америка мен Канаданың ортасында сол ашылған фосфор. Дүние жүзінде 2 жерде качественный военизированный завод болды ол фосфор. Фосфорды қазір бәрі бұрындарға бәр жерге қолданып жатыр. Бірақ та біздің Қазақстанның сол жігіттері соның бәрін игеріп, қазір сол жерде еңбек етіп жатқан. Сол бүгін кешеден басқа бүгінге дейін мен әлі ана жақтан Тараздан көңіл айтып жатыр. Барлығы кезінде ученик болғандары, қазір олардың бәрі бастығы болды сол жерде. Солардың бәрі ағамыздың кеткені үшін біз өте қатты қайғырып отырмыз, жете алмай отырмыз, барамыз деп отыр. Сол еңбегі керемет зор болды кісінің. Өте қатал болды адамдарға. Сөйтіп басын біріктіріп, керемет ана ұжымды ұстап отырды. Сол фосфорный заводтан біз пенсияға шықтық. Сол пенсияға шыққаннан осында келдік Астанаға. Өйткені балаларымыздың барлығы Тараздан кетіп қалды. Сөйтіп біз екеуміз қалмай енді Салқыншы барайық деп Оршаға қарай жылжығанбыз. Сонан қараңызшы бүйтіп айтады ғой ана жолы. Менің кіндік қаным тамған жерім Ақсуатым, өсіп өнген жерім Таразым, енді өмірімнің мәңгі жері қойналмай жататын жерім Сарыарқаның жері екен деп. Сол мінекей енді сол айтқан сөзі, сол айтамда қазір менке Сарыарқан жерінде
ана жолы қызы қаттап жатқанда ана қызы үлкен қызы ана шетелде Сиэтлда тұрады. Сол мама мен ұшып келемін деді. Біз 13 күні келу керек. Ой, 12 күні келдік, 13 күні Турцияда жатып қалды бір күні. Сонда теңіздің ар жағынан қызым келе жатыр менің деп, мен жазылып кетемін деп жылап қарсы алды қызым. Bir kızım muhitin arka жағында болса, bir kızım келін түбіндегі Австралияда ең кішкентай қызым, оның бөпесі бар, келе алмай қалды. Сөйтіп Сәкеннің екеуміздің жердің Қазақстаннан емес, бүкіл дүниенің жер бетінде оның ұрпақтары өмір сүріп жатыр. Екі немересі сол шетелде, қалғандар осы Қазақстанда. Сосын айтады ғой мына әкемі, менің ең жақын, маған жақын қазағым Маратым менің деп. Осында күйеу баласы отыр, Маратын жақсы көретін. Біз өзіміз бір путевкалы бір жерге баруымыз керек болатын. Сода осы Марат барып қайта атасының қасында отырып